Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен бірге бүгін мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы еңбекші қазақ аудандық филиалының оқытушысы Балжан Жақсылыққызы Ахметова. Құрметті тыңдаушылар, алдарыңызға беріліп тұрған суреттерден нені байқап тұрсыздар? Иә, теледидар алдында отырған көрермендерді байқап тұрмыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сіз теледидар көресіз бе? Грамматикалық тақырып мезгіл үстеу. Сабақта кездесетін жаңа сөздермен таныс болыңыздар, менімен бірге қайталап отырыңыздар. Түнгі, түскі, телебағдарлама, теледидар, танымдық, таңертеңгі, таңғы, ертеңгі, тікелей эфир, уақыт бөлу. Жаңа сөздермен таныс болсаңыздар, сабағымызға қатысты бірінші тапсырма бойынша алдарыңызға беріліп отырған сұрақтарға мұқият болыңыздар, жауап беріп отырыңыздар. Сіз теледидар көресіз бе? Қандай бағдарламаларды қарайсыз? Тікелей эфирге қатысып көрдіңіз бе? Телебағдарлама жүргізушісі болғыңыз келе ме? Егер ұсыныс жасаса, қандай бағдарлама жүргізушісі болар едіңіз? Тамаша! Берілген сұрақтарға жауап беріп болсаңыздар, сабағымызға қатысты грамматикалық тақырыпқа тоқталайық. Мезгіл үстеу. Мағынасы: іс-әрекеттің мерзімі, мезгілі, уақыты. Мезгіл үстеулерге мына сөздер жатады: бүгін, биыл, кеше, былтыр, ерте, ертеден, ежелде, таңертеңнен, күндіз, қазір, тағы да басқа. Мысалы, бұл бағдарлама ертең басталады. Кеше қызық кино болды. Ол таңертең газет оқиды. Кешке маңызды жаңалықтар айтылады. Сұрақтары: қашан, қашаннан, қай уақытта? Мысалы, Нұр-Сұлтан қаласына қашан барасың? 10 күннен кейін барамын. Мезгіл үстеуі: Г, Г, Қ, К жұрнақтары арқылы жасалады. Есім сөзден туынды сын есім жасалады. Жұрнақтары: Г, Г, Қ, К. Мысалы, ол ертеңгі пойызбен келеді. Кешкі бағдарламаны Сәуле жүргізеді. Құрметті тыңдаушылар, грамматикалық тақырып түсінікті болса, сабағымызға қатысты екінші тапсырма. Тиісті сөзді қойыңыз. Бос орындарды толықтырып жазып шығыңыздар.
Тапсырманы орындап болсаңыздар, тексеріңіздер. Қазір кеңсе жабық. Таң ертең келіңіз. Мен әкеме кеше телефон соға алдым. Журнал баспасының мекен-жайын түстен кейін аласыз. Бұл жайлы ақпаратты кешке теледидардан көре аласыз. Қызықты мәліметті интернеттен кешкі 6-ға дейін көре аласыз. Мен жұмысқа ертең таңғы 9-да барамын. Тапсырманы тексеріп болсаңыздар, менімен бірге қайталап оқып отырыңыздар. Кешіріңіз, бірер минут уақытыңызды бөле аласыз ба? Айып етпеңіз, кешігіп барамын. Оқасы жоқ, жолыңыздан қалмаңыз. Жақсы, оқып болсаңыздар, назарларыңызға үй тапсырмасы. Алдарыңызға беріліп отырған сауалнаманы мұқият болып толтырып отырыңыздар. Аты жөніңіз, туған жылыңыз, күніңіз, айыңыз, қызметіңіз, кім миллионер болғысы келеді? Телешоуын көресіз бе? Телешоу сіз үшін қызық па? Қандай кемшілігі бар деп ойлайсыз? Сіздің ұсынысыңыз. Құрметті тыңдаушылар, берілген тапсырма түсінікті болса, бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.